Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құстар мен балықтар. Тема сегодняшнего урока – птицы и рыбы. Бүгінгі сабақта сөздер мен суреттерді сәйкестендіруді, сөйлемдерді толықтырып айтуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Ұшады, летает, летают. Жүзеді, плавает, плавают. Жүрмейді, не ходит. Бақа, лягушка. Тіршілік етеді, обитает. Теңіз, море. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопросы. Пингвин – теңізде тіршілік ететін құс. Пингвин – птица, которая обитает в море. Ол қара ала түсті болады. Он бывает черно-белого цвета. Пингвин балық жейді. Пингвин ест рыбу. Теңіз суын ішеді. Пьет морскую воду. Пингвин қанаты болса да ұша алмайды. Пингвин не может летать, даже если у него есть крылья. Үнемі тұрып жүреді. Постоянно ходит вертикально. Бірінші сұрақ. Пингвин қандай құс? Пингвин какая птица? Как мы ответим на этот вопрос? Это птица, которая обитает в море. Правильно, теңізде тіршілік ететін құс. Екінші сұрақ. Ол қайда тіршілік етеді? Где он обитает? Дұрыс, ол теңізде тіршілік етеді. Үшінші сұрақ. Түсі қандай? Какого цвета? Нашли ответ? Правильно, ол қара ала түсті. Төртінші сұрақ. Не жейді, не ішеді? Что ест, что пьет? Дұрыс, ол балық жейді, теңіз суын ішеді. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып оқы. Второе упражнение. Прочитай, дополнив предложение. Балық пен құс ұқсай ма? Рыба и птица похожи? Құстың аяғы бар, балықтың несі жоқ? Дұрыс, аяғы жоқ. Құстың қанаты бар, балықтың несі бар? Дұрыс, қанаты бар. Құс ұшады. Құс жерде не істейді? Жүреді. Ал балық жүрмейді. Үшінші тапсырма. Сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Сөйлемдер құрап айт. Третье упражнение. Соедини слова с рисунками. Составь предложение и расскажи. Как переводятся эти слова? Ұшады. Правильно, летает. Жүзеді, плавает. Секреді, прыгает. Давайте составим предложение. Например, первый рисунок. Қоян, да, зайчик? Қоян не істейді? Қоян секіреді, зайчик прыгает. Так, мы составляем предложение. Төртінші тапсырма. Ақ аюды сипаттап жаз. Четвертое упражнение. Напиши описание белого медведя. Первое. Мекені. Это место, где он обитает. Түсі – цвет. Салмағы – вес. Қорегі – это еда, корм. Сонымен ақ аюдың мекені қайда? Дұрыс, Антарктидада. Мекені Антарктида. Түсі ақ. Салмағы 800 килограмм. Қорегі ит балық. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.